2 миллиард ағаш егу жоспарына байланысты осы Іле-Алатау ұлттық табиғи паркінде жалпы жылына 46 гектарға жуық жерге ағаш егіледі. Ол жерде 60 мыңнан астам ағаштар егіледі. Бүгінгі күні осы жерде 30 мың ағаш, абрикос ағашын егектеп жатырмыз. Мемлекеттік паркінің аясында Қарасай ауданында Қаскелең шатқалында осындай журналистер аллеясы ашылуы болды. Және бүгінгі тақтаның ашылуы сәйкесінше ағаш егіліп жатыр, соның куәгері болған өз басым қуаныштымын. Осы біз еккен талдар ертең болашақта үлкен орман болады деген сенімдемін. Ал бір керемет сөз бар, орманды қорғау ол отанды қорғаумен тең.